Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әйел махаббаты. Иә, шынымен сүйе алатын тек әйел ғана. Құдай-ау, біз көріспегелі 10 шақты жылдан асып кетіпті ғой. Иә, Бәтимаш, ол кезде біз қыз едік. 5 биенің сабасындай, толық етжеңді келген қараторы әйел Бәтима өзінің бір кезде қыз болғанын шынымен таңырқай сәл аңырқап қалды да диванда шалқайып жатқан күйінде сағынып көріскен осы Зияны құшағына қыса түсті. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деп, осы екен-ау, қазіргі түріміз мынау деп қояды. Сен айтпаймын, деді аздан соң Зияға күле қарап, бойың өсіп, бет-бейнең ашаңданып, денең толысқаңқырағаны болмаса, сол уылжыған қалпың әлі қыздан арықсын. Мектепте жоғарғы кластарда оқып жүргенде өзімізді бойжеткен санаушы едік. Бала екенбіз ғой онда. Студенттік жылдар ғой, шын дәурен сүрген кезіміз. Бір қалада оқымағанымызды айтсаңшы, сенімен бірге осы Алматыға келмегеніме әлі өкінем. Онда Бәкеңе кездеспейтін едің ғой, деді Зия ойнақылана. Солай екен-ау, бірақ Бәкең болмаса Сәкең де кездеспей еді. Кім дейсің? Сәкең, әйтеуір біреу дегенім ғой. Аз үнсіздіктен соң, қалжың ғой бәрі де деп қосып қойды да Бәтима ақталған түрімен. Мектепте 10 жыл бойы бірге оқып, құлын тайдай бірге ойнап, бірге өскен құрбылар енді 12 жыл өткен соң, бірақ кездесіп, осы азғана уақыт ішінде соншама өзгергендеріне іштей таң қалысып, бір-бірін көз айыра алмай ұзақ отырды. Кеше ғана тұлымдары желбіреген қыз еді-ау екеуі де. Енді міне, құшақтасып күлісіп, біраз мауқын басқан соң екі әйел үй тұрмыс тіршілігін жайын сөз етіп кетті. Екеуден екеу отырып қою, шайды тартып алған соң әңгіме тіпті қыза түсті. Таусылар емес. Зия, деді бір кезде Бәтима кенеттен. Көптен көкейінде жүргенде сұрағы есіне жаңа түсіп, осы сен күйеуіңнен неге айырылыстың? Қанша сұрасам да хаттарың ештеңе біле алмадым. Анығын айтшы. Зияның жүзіндегі күлкі лезде тарады да, бет пішіні ойлы қамырақты қалыпқа ауысты. Мінезіміз үйлеспеді, деді көзін бір нүктеден алмаған күйі. Келісе алмадық. Тағы сонында айттың. Түсінбедім сені естуімше. Ол соншама атақты адам болса да жібектей езілген биязы, үлкенді аға, кішіні іні деп тұратын мейірбан жан көрінеді. Білетіндердің бәрі солай дейді. Ал сен тіпті бала кезіңнің өзінде де аса ұстамды едің. Тұрмыстарында жаман болған жоқ. Сонда неменеге келісе алмадыңдар? Келіспедік, деді Зия Бәтима айтқан сөздерді естімегендей, қимылсыз күйінде. Той қарсаңындағы хаттарың менде әлі сақтаулы. Не деп жазып едің сонда? Өмірлік серігім болатын адамға кездестім, бақытымды таптым деп. Бәтима, деді Зия жалынғандай дауыспен. Мені тағы азаптаған келіп отырма? Сенен неше рет сұрадым осыны сөз қылмай қояйық деп. Сағынып кездескен құрбысына мұндай ренішті сөз күтпеген Бәтима тосылып қалды. Өзгергеніміз ғой, деді аздан соң жәбірленген кейіппен. Сыр жасырушы ма едік бұрын? Бірақ мен анық білетінім сен оны әлі ұмытқан жоқсың, ұмыта алмайсың. Кімді? Зия селт етіп Бәтиманың аузына қарады. Кімді болушы еді? Арыстанды дағы. Сол кісіні жамандаған бір адам көрген жоқ. Өзі де Құдай берген жігіт қой, жұлдызы жанып ақ тұр. Бұл бастағаны ғана әлі жас, 30-дың ішіне жаңа енді. Доктор, профессор. Не керек, Зия, бақытымды басқа тептің? Бақытымды, Зия ауыр күрсініп алды. Бақытымды басқа тептің ғой шынында да. Құдай маңдайыңа жазған қосағың емес пе еді, Арыстан? Бәтимаш, тағы да Арыстанында келдің бе? Зия денесін су қарағандай құшақтасқан қолын жазып Бәтимадан алшақтаңқырап отырды. Сенің маңдайына жазылған Арыстан еді дедің бе? Айтайын енді. Алтында кім екен? Мен өмірімде ондай адамды көрген емеспін. Ол ешкімге де ұқсамайтын, толқынды қалың қара, шашын шалқасына қайырып қоятын. Желкесіне дейін жететін, арты көтеріліп, күдіреңкіреп тұратын, онысы өзіне ерекше өң беретін. Ол сұлу емес еді, бірақ сымбатты тың. Аяғын салмақпен басып, жайымен ойланып жүріп келе жатқанда жұрттың бәрінен еңселі көрінетін. Оның көзі, сен сондай көзді көргенің бар ма? Тыныш жатқан терең қара сулар болады ғой, соған ұқсас еді, тіпті теңеу таба алмаймын. Күлмейтін, үнемі бір қалыпта тұңғиық селт етпеген күйінде тұратын да қоятын. Мен де кейде Короленконың соқыр музыкантының көзіне ұқсататынмын. Біздің қыздардың бірі оның көзі өлген адамның көзіндей деп еді. Рас, кейде жанарына жылт еткен от көрініп қалатын. Онысы ерекше көңілденген кездерінде болушы еді. Әйткенмен бұрынғы қалпына тез түсетін. Оның көзі неге сондай болды екен деп жиі ойлаймын. Әлде бақытсыздығынан ба, әлде ой үстіне жүргендіктен бе? Ол консерваторияда оқитын. Институтымыздағы көркем өнерпаздар үйірмесін басқарушы төсек тартып жатып қалыпты да,
уақытша соның орнына келіпті. Аты Төлеген екен. Жібегін іздеп жүрген көрінеді деп күлісті алғашқыда қыздар. Ал композитор еді. Жүрек толқытары сырлы әндерді ауыздан ауызға көшіп жаңа тарай бастаған кезі. Атағы шықпаған бірақ әннің естігенінен өзін білетін адамдар тегіс оның болашағын үлкен үміт күтетін. Жүріс-тұрысымен, сөйлеген сөзімен Төлеген қыздардың бәрін де баурап алды. Алғашқы күні ілме сөз, қақпа қалжыңдар жайына қалды. Орынсыз бірдеңе айтып қоймайық деп ойлана имене сөйлейміз. Қыздардың әрқайсысы-ақ жібек болғысы келеді. Маған да ұнады Төлеген. Бірақ менде әйелдің әлі өмірді білмейтін, әлі ләззаттың дәмін татпаған парықсыз әйелдің тәкаппарлығы бар еді. Кезекті репетициядан тараған соң қыздардың бәрі у-шу болып, ананы мынаны айтысып жатқанда мен сөздеріне көп араласпай, әрнені қиялдап өзімнен өзім отырамын. Төлегеннің көзі маған алғашқы күн-ақ түсті. Мен аңғармаған, аңғарсам да елемеген қалып таныттым. Өзің білесің, менің бір ауыз даусым болатын. Бізде жақсы әнші қыздар да бар еді. Кейбіреулері радиодан да айтатын. Әйткенмен Төлеген басқаларынан гөрі маған көбірек ілтипат білдірді. Мен ән салғанда аузыма қарайтын да қалатын. Аздан соң мұны біздің қыздардың бәрі де байқады. Сондықтан мен Төлеген масаттанбасын деп, оның әндерін оншама ұнатпайтын сияқтандым. Ал басқа қыздар үйде ауыздарынан тастамайды. Өз жазғаныңды өзің қайта-қайта тыңдағаннан асқан азап жоқ деп Төлеген өз әндерін айтқызбайтын. Бірақ кейде ыңылдап қосылып кеткенімді аңғармай қалушы едім. Бір күні Төлеген жаңадан шығарған әнін үйретті. Ән бәрімізге де ұнады, ал мен оның сөзі мен сазына елітіп мас болғандай едім. Жігіт ғашығына өзінің жүрек сырын ашытып, қызғаныш деген сезімін дәмін алғаш сол жерде таптым. Сірә Төлеген бұл әнді сүйген қызына арнаған болар деп ойладым. Төлеген осы әнді сіз орындамайсыз ба дегендей қуанғаннан не істерге білмедім. Өзімнің сертімді ұмытып та кетіппін. Сол кезде мен шын бақытты екем, Бәтимаш. Бірақ адам бақыттың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі дейді ғой. Бақ қонғанын мен де білмеппін. Келесі репетицияда Төлегеннің әнін жеке өзім айттым. Сөзім мен әуеніне беріліп кеттім, білем. Ән салып тұрғанда ештеңені көргем жоқ. Тек соңына қайырғанда ғана Төлегенге көзім түсті. Маған қадала қарап қалыпты. Бетіне адам көз тоқтата алмастай еді. Сол күні киноға шақырды. Қайтарда жолда ұзағырақ жүріп қалыппыз. Түнде де тамаша еді. Жапалақтап қар жауып тұрды. Жер де аппақ, көк те аппақ. Анда-санда үстіне қонған қар салмаған көтере алмай күтір етіп сынған бұтақ дауысы естіледі. Екеуміздің қалайша тез ұнасып кеткенімізді білмеймін. Қол ұстасқан қалпымыз ақша қарды жылдап, мүлгіп жатқан көшелерді бойлап көп жүрдік. Сөйлескіміз жоқ, құр жүрдік те қойдық. Жауып тұрған кіршіксіз таза қармен қала оттарды жағаласып, аспан самаладай жарық. Жоғарыға қарасан, қалбалақтап келе жатқан ұлпа, ірі қар түйіршіктерді көрінеді. Кенет Төлегенге еркелегім келіп кетті. Қарап тұр деймін, сенге көшіп алғанымды өзімде аңғармай мен қазір ана бір түсіп келе жатқан қарды қағып алам. Қайсысын дейді Төлеген. Жауып тұрған қар түйіршіктерінде сан жоқ. Қайсысын екен өзімде білмеймін. Бірақ әне біреуін деймін көкке қолымды созып. Сүйдеймін де алақанымды жайып тұрам. Менің қолыма жаңа бір түйіршік түссе балаша екеуміз де мәз боламыз. Үстіңді қара әппақ дейді. Төлеген бір кезде қарасам, пальтомның омырауын иығын ұлпа әппақ қар қаптап қалған. Төлегеннің үсті басы да сондай. Тоңған жоқсың ба? Жоқ деймін. Төлеген мені бір жерімді ауыртып алмайын дегендей үстімдегі қарды жайлап сипай қағады. Қолының жылуын бүкіл денем сезгендей мен де оның иығындағы қарды түсірем. Сөйтіп тұрғанда кенет Төлеген мені қатты құшақтап алды да, Зия сол сәтті басынан жаңа ғана өткізгендей ерні былбырап, көзі күлімдеп аз отырды да, Бәтима деді құрбысын иығына қолын салып. Алғаш сүйіскенім есінде ме? Ең алғашқысы. Кіммен, Бәкеңмен бе? Жалпы дегенім ғой, Бәкеңмен болса да. Қанша жыл өтті содан бері? Қайсы бір қызықтар есте қалды дейсің? Немене, Бәкеңе дейін болып па еді біреуің? Бәкеңе 4-ші курста кездестім ғой, оған дейін қай қыз сау жүруші еді? Үйтіп дорбарлап ретін келтірді ғой Бәкеңде. Сол жас сыптай жігіт кезінде қазіргісінен де ебедейсіз еді сорлы. Өзін онша ұнатада қойғам жоқ, әйтеуір біреумен бас қосу керек болған соң. Қазіргі кезде махаббат дегеннің өзі қозы мен баянның заманы өтіп кетті ғой. Бірақ Бәкенді кейін қалай жақсы көріп кеткеніме таңғалам. Енді сол малтабарымды ешкімге айырбастамас едім. Балаларыңда, кімде бала жоқ дейсің, оларды қойшы, Бәкең мен жүрегімді балалары арқылы емес, өзінің көнбестігімен жаулап алды ғой. Әлі күнге сол күйінде тұр десем тұрады, жүр десем жүреді. Суретін көрдің ғой, қазіргіден сидалау келгені болмаса, жігіт кезінде де нағыз маубастың өзі еді. Ал сенің Төлегенің просто молодец екен. Қызды алғаш киноға шақырған күні сүйіп алу деген.
бұл біздің соңғы сүйісуіміз деді Зия әңгімесін қайта жалғап. Алғашқы және соңғы. Оның демі оттай ыстық еді, ал ерні мені өртеп жібере жаздады. Буындарым босап, еріп бара жаттым. Сол сәтте Төлегеннің өзі қыса құшақтап тұрмаған болса, құлап қалар едім деймін. Кейін Арыстанмен бірге жүрген кездерімде мұндай ләззаттың дәмін де татқан емеспін. Бірақ өзімді өзім алдап, соны сүйем деп жүре бердім. Кейде шын солай сияқты көрінетін де. Арыстан ол кезде аспирант еді, ал Төлеген тағы сүймек болғанда бірақ жидым есімді. Өзіме оны қаншама жақындатып алғанымды тез аңғардым. Масқара таныспай жатып ақындар, өнер адамдардың бәрі жүргіш келеді дейтін. Әрине мен оның алғашқы қызы емеспін. Сол көп қыздың бірінде етіп мені де тастап кетеді. Басыма жалт етіп келген ой осы болды. Сол сәтте мен дөрекілеу бір қимыл көрсеттім. Төлегенді кеудесін итеріп жібердім, білем. Әйтеуір сытылып шықтым. Содан бастап өзімде әлі күнге дейін анық түсінбейтін бір іс басталды. Төлеген күнара кейде тіпті араға күн салмай келеді. Мен көбіне шықпаймын. Уақытым жоқ деймін, жалғыз-ақ ауыз сөз. Ал Төлеген мұңайып тұрып кетіп қалған соң бөлмеге келем. Төсекте жатып алып оны ойлаймын. Жаңа шықсам ғой қазір қол ұстасып анадағыдай жүретін едік, мүмкін тағы да. Сол сәттің қайталауын аңсаймын. Жан тәнімен беріле аңсаймын. Бірақ неге екенін білмеймін, үнемі өз сезіміме қарсы әрекет етіп отырдым. Кейде шығушы едім. Киноға, не театрға барамыз, ондайды да сыртта ұзақ қалмауға тырысам. Төлегенді бойыма жуықтатпаймын. Тіпті қол ұстасып та жүрмейтін болдық. Үнемі көкейімдегі сөздерді емес, басқа бірдеңе айтам. Ол әңгіме мүлде қатыссыз болып шығады. Төлеген мені сырласып әңгімелескісі келуші еді. Өзінің армандарын, ойларын айтатын. Консерваторияны бітірем дейтін ол. Содан соң сен де мединститутты бітіресің. Ештеңе аңғармағандай ары қарай іліп әкетем. Содан соң мен өзіміздің ауылға қайтам. Ал сіздер атақты аңғалу үшін Алматыда қала бересіздер. Атақтың да даңқтың да керегі жоқ дейтін ол менің бұл жолы да әңгімені басқа жаққа бұрып жібергенімді байқаған соң мұңайып, шын мәнісінде құнды шығармалар жазсам болғаны. Ал мен көп жазам. Мен тек жақсы туындылар ғана. Концерттеріме, симфонияларда, операда, балетте, қазіргілерімнің бәрі жаттығу. Өте көп іс тындырар едім. Тек сен менімен бірге болсаң. Ол арманшыл еді, тіпті көп армандайтын. Кейде шалқып кететін, мен мақтымын дейтін, бәріне де күштімін. Әлі көрерсің, бәрін де ұрып жығам. Мақтаншақ деймін мен іштей. Ал кейде өнер жолының қиындығын әңгімелейтін, әй осы менен ештеңе шықпас деп те қоятын. Қазіргі музыка жайлы ойларын айтатын, кейде тіпті тым алысқа сілтеп, маған мүлде бейтаныс қайдағы бір композиторлар жөнінде хикаялап кететін. Мұның бәрі мен үшін тым қызықсыз іш пыстырарлар нәрселер еді. Ал ол табиғатында сөзге сарам болғанымен бір шешілсе ұзаққа тартатын. Әрине мұндайда менің көңілім басқа жақта жүреді. Төлеген өзімді сүйетіне көзім анық жетті. Мен шексіз бақытты едім, бірақ оған қанағаттанбағадым. Төлегенді де тағы да қинай түскім келді. Бұл маған қызық еді. Сол кездерде оның қандай күйде жүргенін ойласамшы. Өзімнің мейірімнің үстемдігін сезінген соң менің тентектігім шектен шықты. Консерватория студенттерінің жатақханасына алыс, қаланың шет жағында атты әскер көшесінде, қазір басқаша аталса керек. Мен Төлегенді ұзағырақ ұстауға тырысамын. Көбіне әдейі істеймін. Транспорт тоқтап қалған кезде талай жаяу кетіп жүрді. Өстіп кеш қайтқан бір күні жатақханаға жақындаған жерде 2-3 бұзақы жабылып, бар киімін сыпырып әкетіпті. Өзін соққыға жығыпты. Әйтеуір тірі қалған. Осы жол оған қаншалық қымбатқа түскенін кейін ғана білдім. Ол тақыр жетім еді, әкесі де, шешесі де, туған туысқандары да жоқ. Ешкім қаражат жағынан көмектеспейтін. Және ол кезде жағдай қазіргідей емес. Ақша тауып киім алғанша ай бойы жолдастарының бірінің ескі пальтосы мен костюмын киіп жүріпті. Осы уақыт ішінде маған бірер рет қана қатынады. Ұялған болу керек, тіс жармады. Бар болғаны бір үлкен дүние бастадым. Бітіріп тастайын едім, жағдай келіспей созыңқырап барады. Уақыттан да тыршылық көріп жүрмін. Арыстанмен сол Төлеген келмей жүрген шамада таныстым. Бұл екеуі дүниенің екі шеті сияқты еді, бірінен бірі мүлде ұқсамайтын. Төлеген көркем өнерге табынса, Арыстан әдебиет, музыкаға дегендердің бәрін еріккеннің ермегі санайтын. Бұрын ғой дейтін ол, біздің еліміз Толстойда болды. Тургеневте, Пушкинде, Чайковскийде болды, бірақ Россия артта қалған мешеу мемлекет еді. 1905 жылы жапондардан қалай жеңілгенімізді тарихтан оқыдың. Орыс армиясы мен флотын Толстой сақтап қала алмады. Таза масқара болдық. Ал қазіргі ілгері дамыған ғылым мен техниканың арқасында Совет одағы дүниеге жүзіндегі ең қуатты, ең алдыңғы қатарлы державаға айналып отыр. Маған Арыстанның батылдығы ұнады. Киіп жарып жүретін және артық ауыз сөз айтпайды. Құс көңілі немен алдар қатуды біледі.
Әйткенмен оны сізден бірге жақындатпадым. Мен Төлегенде қызғаныш сезімін тудырғым келді, білсін дедім. Онсыз да өмір сүре алатынымды. Бір жексенбіге екеуін қатар шақырдым. Үнемі кешігіп жүретін Төлеген бұл жолы ерте келді. Арыстан біз есік алдына шыққан кезде бір-ақ жетті. Мен тіпті екеуін таныстырсам ба деген ойға кетіп тұр едім. Арыстан бөгет жасады. Кешіріңіз деді ол Төлегенге қарап гүр етіп. Бұл кісі бізбен бармақ еді. Сөйдеді. Мен оны қолтықтап алып жүре берді. Төлегенге ызам келді. Неге ол да өстіп алып кетпейді? Бұл ойымның істі насырға шаптырғанын кейін білдім. Бір ай бойы Төлеген көрінбей кетті. Үлкен дүниесін аяқтай алмай жатқан болар деген кекесін мен өзімді іздеп бардым. Ақыры бір күні одан хат алдым. Зия диваннан тұрды да жатын бөлмесіне барып бір көк конверт әкеп құрбысын қолына берді. Бәтима аузы ашық конверттің ішінен ескіріп сарғайыңқыраған 4 бүктеулі қағаз алып жазды. Арасында бірнеше жерден сынған фото бар екен. Сол ма? Бұл Зейнаның өз суреті болып шықты. Сол жылдардағысы. Қалың қызғалдақ ортасында тұр, шашында омырауында да гүл қыстырған, қолында гүл. Сәл еңкейіңкіреген езуінде күлкі ойнайды. Өзі де гүл рәушті. Бәтима суретке қарап қалған еді. Бұл өмір жолы қызыл гүлге толы сияқты көрінетін кездегі суретім ғой деді Зия. Естілер-естілмес. Қойсаңшы, қайғы түбіне бата бермей, бетіңе әжім түсіп отырған жоқ, жассың, сұлусың. Тек ден сау болсын, әлі қасқа мен жайсанның талайында кездесесің. Білмеймін деді. Қабақтарын арасы қосаңқырап ойланып қалған Зия. Осы күйімде кетем деймін. Бірақ ол күндер оралу қайда? Енді мен үшін ең тәтті минуттар, өткенді қиялдаған сәттерім ғана болмақ. Жарайды, оқи ғой, ішіңнен оқы. Мен сенімен ілесіп отырам. Бұл хаттың әрбір үтіріне дейін жатқа білем. Зия, саламатпысың? Осы сөзден кейін нүкте қойдым. Өйткені енді қайтып сенің даусыңды естімейтінімді жақсы білем. Мен кетіп барам. Қатты соқтың ғой. Не айтайын саған? Адам өз қолын өзі кесе ала ма? Саған ауыр сөз айтарлық дәрмен жоқ менде. Абайдың бәріміз де білетін бір өлеңде қаншама тереңдік, қаншама сыр барын осы қазір ғана жүрегіммен сезінгендеймін. Дүниеде сірә сендей маған жар жоқ. Саған жар менен артық табылса да, сорлы асық сарғайса да, сағынса да, жар тайып жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жар ісіне, қорлық пен мазағына табынса да. Мен адамның ең асыл, ең асқар сезімдерін музыка ғана толық жеткізіп бере алады деп ойлаушы ем. Әрине, сөз құдіретін білем дегенмен де ал мына сөз шыдайды риза болып жар ісіңе. Шыдадым ғой мен де, бақытты едім сол кездердің өзінде. Әншейін ғана сенің даусыңды естіп тұрудың өзі маған қаншама қуаныш әкелуші еді. Қорлық пен мазағымды көріп жүрсем де сенің сол даусыңды ести бергім келетін. Бірақ амал бар ма? Осылай болуға тиіс шығар. Мен бұдан ары Алматыда қала алмадым. Осы соңғы айлардың ішінде сүйеніш іздедім, таппадым. Маңдайымнан сипайтын жан жоқ. Қайғы-қуанышымды бірге бөлсе ме деп едім сені. Ал сен мені қиыншылық көріп жүргенде жебеудің орнына жерледің. Өтіп кетті ғой соңғы ісің. Бұл дәл бұлай аяқтаймыз деп еш уақытта ойлаған жоқ едім. Сені алғаш көргендегі арманым, аңсағаным өзің ғой деп ем. Сол ән саған арналған еді. Өз әнімді сенің аузыңнан естігенде төбем көкке жеткендей болып ем. Мен емес, сенің өзің шығарып маған арнап айтып тұрғандай көріндің. Содан соң бір сәт бақыт құшағында болдым. Бірақ кеудемнен итеріп тастадың ғой, қолыңдағы әлі тұр. Алайда саған өкпелеуге қақым бар ма? Кешір, қазір ойлап отырсам сол кезде үлкен бейбастықтан жасаған екем, кешір мені. Мені ұнатпаған шығарсын. Әйткенмен сен тым қатандық жасадың, мінезің қатты екен. Неткен қызсың? Мен сені жарым дер едім, жаным дер едім, ал сен тасбауыр екенсің. Әнде менің жүрегімді жарып шыққан, әнде жібітпейді-ау. Бірақ сезімнің шынымен-ақ соншама алдамшы болғаны ма? Сен қаншама теріс мінез көрсетіп жүрсең де ішкі бір дауыс маған үнемі сыбырлап тұрушы еді. Сен оған ұнайсың, ол сені сүйеді деп. Мен көңіліме қатты сендім. Сенің көзіңнен, кейбір қимылдарыңнан маған деген жылы сезімнің құшағынан аңғарып қалушы едім. Әлде солай болып қана көрінеді ме? Солай болғаны ғой, әйтпесе бүтер ме едің? Соқтың, қорладың ғой, қайтейін. Бірақ алдамшы сезім құрғыр көзі көріп тұрғанға әлі сенбейді. Зия сені сүйеді деп сыбырлайды. Дәл бүгін онысына сене алар емеспін. Осы уақытқа дейін сені бем алдадым ғой. Жат біреудің құшағында кете бердің-ау. Қош сау бол, сенің шексіз бақытты болуыңды тілеймін. Одан басқа не келеді менің қолымнан? Қош сау бол жаным. Ақ тілегіммен тілеймін тағы да бақыттың тасысын. Артық ауыс кеткендерім болса кешірерсің. Бәріміз де пендеміз ғой. Әлсіздік жасаған шығармыз. Жалғасы бар. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін описание бөлімінен жалғасын тыңдай аласыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер.